Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай ванильный торттың жасалу жолын көрсетемін. Және де осы тортымызды морозилькте сақтайтын боламыз. Мереке күні алып жей берулеріңізге болады. Ең алдымен бисквитті жасап алуымыз керек. Бізге 360 грамм жұмыртқа керек. Жұмыртқаны міндетті түрде осылай граммен өлшеп аласыздар. Және де бізге май керек болады. Ерітілген май 40 грамм және де үстінен 40 грамм сұйық майды құйып, екеуін араластырып алып дайындап қоямыз бұны да. Енді миксердің ыдысына жұмыртқамызды саламыз және де үстінен қантымызды саламыз. Жоғарғы жылдамдықта 5-6 минуттай аппақ болып көтерілгенше миксерлейміз. Дәл осындай масса болу керек. Енді ұнымызды дайындап аламыз. Ұнның үстіне разрыхитель, крахмал қосып, араластырып, бұны сеткадан өткізіп дайындап аламыз. Егер де миксерлеріңіздің ең төменгі жылдамдығы бар болса, үстінен сұйық майларыңызды құйып миксермен араластырасыздар. Және де ұндарыңызды салып миксермен араластырасыздар. Миксермен ұнды салғаннан кейін көп араластыруға да болмайды. Біріккеннен кейін уже сразу өшіріп, миксерлеріңізді ары қарай лопатамен тексеріп көресіздер. Арасында ұн іртік болып қалып кетпеу керек. Барлығы да біріккеннен кейін формамызды дайындап, содан кейін тестамызды құйып, духовкада пісіретін боламыз. Бисквитті бөлме температурасында 5-10 минуттай суытып алып, жылы күйінде пищевой пленкаға орап, холодильникке кемі 4-5 сағатқа салып қоямыз. 4-5 сағаттың ішінде ол холодильниктің ішінде толық су керек. Бисквитімізді дайындағаннан кейін сразу артынан осындай начинкамызды дайындаймыз. Бұны да дайындағаннан кейін барып холодильникке 4-5 сағатқа салып қоямыз. Енді бисквитімізді, начинкамызда екеуі дайын болғаннан кейін барып, толық суғаннан кейін барып, кремімізді жасаймыз. Кремді жасағаннан кейін сразу тортымызды жинаймыз. Кремнің және де начинканың жасалу жолдарының сілтемесін астына қалдырамын. Енді бисквитімізді жасаймыз. Үстінен міндетті түрде ылғалдандырасыздар және де тура видеодағыдай етіп жинап шығасыздар. Қыздар, енді тортымызды жинап болғаннан кейін барып, сол кремімізбен торттың сыртында қаптап шығамыз. Торттың сыртына арнайы крем жасаудың қажеті жоқ. Ішіне жасалған креммен, тура сол креммен торттың сыртында қаптап шығамыз. Қыздар, енді тортымызды жинап болғаннан кейін барып, бізге осындай контейнер керек болады. Екі пышақтың көмегімен осы контейнеріміздің ішіне тортымызды саламыз. Одан кейін барып, торттың бетін сәндейтін боламыз. Мен торттың бетін декор гельмен сәндеймін. Бұл декор гельді кондитерлік магазиннен ала аласыздар. Бағасы да қолжетімді, арзан тұрады және де көп тортқа жарамды. Бұл декор гельді бөлме температурасында сақтайсыздар. Бөлме температурасында ұзақ уақытқа дейін тұра береді, ештеңке етпейді. Бұл қазір контейнердің ішінде өте қою болып тұрады. Алып, бір ыдысқа алып, керегінше араластырасыздар. Лопатамен араластыра берсеңіздер, кішкене сұйықтанады біркелкі болып. Одан кейін барып тортқа қолданасыздар. Енді ары қарай тура видеодағыдай узор жасасаңыздар болады, немесе өздеріңізге ұнайтын қалаған узорларыңызды жасасаңыздар да болады. Қыздар, осымен тортымыз дайын.
Енді бетін крышкасымен жауып 3 күнге дейін холодильникте ұстасаңыздар да болады, немесе морозильникте 2 айға дейін ұстасаңыздар болады. Морозильникте 2 айға дейін қыздар ештеңке етпей тұра береді, дәмі де бұзылмайды. Морозильниктен алғаннан кейін түрі осындай бүрісіп қалған сияқты болады, бірақ та кейін өз жібіп сөйткеннен кейін өз реңіне қайтып келеді, одан қорықпасаңыздар болады. Морозильникте сақталғаны дым да білінбейтін болады. Және де морозильниктен алғаннан кейін бір күн алдын холодильникке сап қойсаңыз, бір күн ол өз реңіне келеді. Егер де бөлме температурасына қойып қоятын болсаңыз, 3 сағаттан кейін өз қалпына келетін болады. Сондықтан бір күн алдын алып холодильникке салып қойыңыздар, немесе 2-3 сағат бөлме температурасына қойып қойыңыздар. Кремдері ешқандай да ағып кетпейді, ол жағынан уайымдамасаңыздар да болады. Және де ішіндегі начинкасы міндетті түрде пектинмен жасалған болу керек, крахмалмен емес. Крахмалмен жасайтын болсаңыздар, начинканың суы ағып кетеді, ал пектинмен жасайтын болсаңыздар, начинкасы сол қалпында тұра береді. Оның жасалу жолында мен сілтемесін қалдырамын. Міне қараңыздаршы, сыртындағы кремі де өз қалпын ұстап тұр. Ешқандай да қорықпай морозильникте сақтасаңыздар болады, алдын ала жасап қойып. Қыздар, осы мен видеом сіздерге пайдалы болып жатса, лайк басып, комментарий жазып қалдырып отырыңыздар. Комментарий жазып қалдырып отыратын болсаңыздар, мен деген әлі сіздермен көптеген кеңестеріммен бөлісетін боламын.